Жеңіскүлдің әңгімелері каналына қош келдіңіз тыңдарман. Армысыздар, бармысыздар. Жаңадан қосылған тыңдармандар болса, каналға тіркелуін өтінеміз. Бұл каналда өмірде болған оқиғалардың жазылатынын тағы да естеріңізге саламыз. Телеграм каналына да жазылуға болатынын, ол жақта ақылы екенін және бір кітаптың әңгімесін тұтастай оқып шығуға мүмкіндіктеріңіз бар екенін ескертеміз. Ал біз бастайық. Жеңіскүл Тұрсынбаева. Көрінбеген сұлулық. Екінші бөлім. Мен ойға қалдым. Бұл жерде мен осылай ит болып, бұларға құл болып, тыныш жүрсем ғана өмір сүрем. Ал отбасы болып, бала сүйіп, бақытқа кенелуім үшін күресуім керек екенін түсіндім. Көп ойландым. Тәңірберген мына тауды тастап кетпейді. Әке шешесін жамандағаннан пайда жоқ. Ең бастысы емделуіміз керек. Қалаға емін еркін Тәкеш барып жатып қаралмайтыны анық. Не істесем екен? Таңертең Тәңірберген мал бағып кеткенде атам мен енем орталарына алып, айт, қанша ақша керек? Деді. Маған көп ақша керек. Бұл бір. Сосын Тәңірбергенмен бірге қалаға баруым керек. Бұл екі. Дедім. Сен не? Бізді ақымақ санайсың ба? Неге Тәңірберген сенімен бірге қалаға бару керек? Сен оны бізден алып кетпексің бе? Деді атам көзі шатынап, енем де алақ-жұлақ етіп, тапқан екенсің ақымақтарды. Сайқал, саған ақша беріп, сонымен қоса ұлымды ертіп жіберетін біз не, жындымыз ба? Кет өзің, саған ақша да жоқ, түк те жоқ, деді жұлынып. Ата, апа, мен Тәңірбергенді жақсы білем. Ол мен өзім кетіп қалсам, сендердің қуып жібергендеріңді біледі. Ал менімен қалаға барып, сосын адасып қалса, онда мен өзім қашып кеткенімді түсінеді. Маған бәрібір, кет десеңіздер өзім кетем. Ал Тәкешті сосын сіздер көндіре аласыздар ма? Кет, көнбей қайда барар дейсің? Ай жатар, апта жатар, сосын көнеді. Басқа қатын әкеліп қойнына салсам да, сен ұмытады, деді атам зілді дауыспен. Олай болса көндіріп көріңіздер. Маған жолыма сосын бір айға азыққа ақша берсеңіздер, қазір кетем. Деп тез орнымнан тұрып бөлмеме барып киімдерімді жинадым. Жарты сағат өтпей атам мен енем қасыма келіп, біз ақылдастық. Сенімен бірге Тәкешті жібереміз, бірақ сен оны алдап тастап кететін бол. Егер де оны ертіп, болмаса қайта өзің еріп келетін болсаң, күнің күн болмайды. Мына көрген азабың алдағы көреріңнің қасында түк емес, деді атам. Ата, Тәңірберген айдағанға көнетін мал емес. Оны мен ертсем де, жүр кетейік десем де, ол сіздерді тастамайды. Мен оны осы 2 жылда жақсы түсіндім. Қалада бір аптадай бірге боламда, өзім қаланы жақсы білетінімді көрсетем де, қашып кетем, дедім. Неге бір апта? Бара салып қаш. Апау, мен бара салып қашып кетсем, Тәкеш мені адасып кетті деп сол қалада мені сенделіп іздеумен күні өтеді. Мен барғанда оны дәрігерге апарып, сосын тұратын үйімізге жол көрсетіп, ары бері қыдыртып,
қаланы жақсы білетінімді, адаспайтынымды көзіне көрсетіп, сосын тастап кеткенім дұрыс болады. Сол кезде ол түсініп менен күдерін үзеді. Дегенімде атамның көзі жарқ етті. Кемпір, сұрағанын бер, көзің құртсын, деді де атам шығып кетті. Енем қойнынан бір бума ақша шығарды да, мынау бар жиған тергеніміз. Біразын алып қалдық, ертең Тәкешке береміз. Осыған қанағат бол, деді еріндері дірілдеп. Мен ақшаны санамай ораулық үйінде сөмкеме сүңгіттім де, сандықтағы алтындарыңды бер, болмаса кетпеймін, дедім. Енемнің көзі бақырайып, сұрланып тұрды да, тез бұрылып сандығын ашып, алтындарын шығарып қолыма итеріп ұстатты да, мә, ал, болашақ немерелерімнен садаға, көрмегенім сен болсын, ал, бетсіз, ұятсыз, деді. Мен үндемей оны да сөмкеме салдым. Кешкі аста атам Тәңірбергенге қалаға баруына рұқсат беріп, біраз ақша ұстатты. Кеш бойы екеуміз дайындалып, жолға мына кірістік. Баратын үйге сәлем сауқат, қалада киетін киімшектерді даярлап, таңды қуанышпен атырып, жолға шықтық. Бішкекке келген соң дарылдаған көліктер, құжынаған адамдар, жыпырлап салынған үйлерді көріп, Тәңірбергеннің есі шықты. Оған бұның бәрі бейтаныс еді. Мен оны қолынан жетектеп жүріп, сабырға шақырдым. Алдымен қала көшелерінде қыдырдық. Жаңа ортаға көзін үйреттім. Атам жазып берген мекенжайдағы туысына бардық. Олар Тәңірбергенді жақсы таниды екен. Сәлем сауқатымызбен қуана қарсы алғанымен, маған біртүрлі қарап қояды. Мен Тәңірбергеннің әйелімін деп өзімді таныстырып едім, тіпті шошыды. Осы 3 жылға жуық біз ерлі-зайыпты болып жүрсек те, туыстар тауға келмеген. Ата мен апа өздері қуаныш өлім жетімге барып жүретін, Тәңірбергеннің үйленгенін айтпаған көрінеді. Келген үйдің келіншегі: сендер қашан үйленіп едіңдер? Жасың нешеде? Ой, қайнаға неге айтпаған? Қалаға жайша келдіңдер ме? Қырғыз емессің, қазақсың ба? Қайдан боласың? Әке-шешең бар ма? Деген сұрақтар жаудыртты. Біз туысының үйіне бір күн болып, сосын пәтер жалдап кетіп қалдық. Мен солай дұрыс болады деп Тәкешке түсіндірдім. Тәңірберген туыстарының мені жақтырмағанын бірден байқады. Өзі де ол үйден тез кеткісі келді. Біз туыстарынан алыс жерден пәтер жалдадық. Алдымен бір қабат тәуір киім алып, киініп, жөнделіп алған болып, сосын емханалар іздедік. Дәрігерге көрінуге бардық. Мен ұсқынсыз, Тәңірберген мылқау. Бізге дәрігерлер де жетістіріп қарағылары келмей, үрке қарайды. Ақылы емханаға қаралдық. Екеумізге де емделу керек екенін білдік. Туысының үйі мен пәтер арасын жақсылап көрсетіп үйреттім. Әдейі сол үй мен автобекет арасында да жақсылап үйреттім. Қандай автобустар, қай жерден түсесің, қалай жүретінін жаттаттым. Тәңірберген ұғымтал, өте ақылды. Қалаға алғаш келгендегі үрейі басылып, өзін еркін ұстай алатын болды. Дәрігерлерге де қаралғанда өзін жақсы ұстады. Мен аударып отырып емделуіміз керек екенін түсіндірдім. Дәрі-дәрмектерді алып жатқан пәтерімізге келгенде, мен Тәңірбергенмен ашық сөйлестім. Оған қалада жүргенде түрлі әдемі қыздарды әдейі көрсетіп, балалар алаңына барып, балақайларды көрсетіп жүргем. Пәтерге көптеген журналдар сатып әкеліп қойғам. Солардың бәрін көрсетіп,
өзімнің ұсқынсыз, мыртық екенімді түсіндірдім. Кемтар, ауру балалардың да фотосуреттерін жинап қойғам, соларды көрсетіп, менен осындай ұрпақ туылуы мүмкін екенін түсіндірдім. Себебі мен нашақор болдым деп, нашақорлардың өмірі жайлы фотосуреттермен түсіндірдім. Емделіп наркологияда жатқанымды жасырмай айттым. Оның ата-анасының уайымында айттым. Олар болашақ немерелері кемтар болмаса мен сияқты құбыжық болып қалама деп қорқады деп тек суреттерді көрсетіп түсіндірдім. Өзінің сөйлемей қалғаны оларға жеңіл тимегенін де түсіндірдім. Оның керемет көрікті жан екенін, басқа келіншектермен бас қоса алатынын, ол әйелден дені сау бала сүйетінін де түсіндірдім. Сосын барып әке-шешесінің берген ақша алтындарын көрсетіп, маған қайта оралуға болмайды. Олар мені қуып отыр дедім. Оған бір шешімге кел, бізде болашақ жоқ, сен көрікті тартымды жігітсің. Етегіңнен басқа да қыз ұстауы мүмкін, сен сол ажарлы әдемі келіншектерден керемет ұрпақ сүйесің. Ол келіншектің ағзасы таза деп түсіндірдім. Ата-анасының мені енді қабылдамайтынын жеткізе түсіндірдім. Ата-анаңа ренжіме, оларды түсін. Тау, малдан басқа әлем бар, олар сол әлеммен араласып өмір сүргілері келетінін жеткіздім. Мен сияқты құбыжық бала туса, олар мүлдем ешкіммен араласпай қалады дедім. Ал мен өмір сүрем, алысқа кетем. Мына ақшаны да алтынды да керек қылмайм. Тілім бар, қол-аяғым сау, жұмыс табам. Тек сенен қандай болса да бала сүйгім келеді, ол баланы мен ешқашан міндеттемеймін, дедім. Сен уайымдама. Елімде жалғыз басты елге өкімет қамқорлық жасайды деп түсіндірдім. Басқа еркектен бала сүйгім келмейді. Өмірде жалғыз қалғаннан қорқам. Сенен балам болса, сол үшін өмір сүрем деп түсіндірдім. Тәңір берген ұзақ, көп ойланып отырды да, мені қатты құшақтап, басқа ешкім керек емес екенін, тек мені ғана жақсы көретінін түсіндірді. Балаларымыз болады, олар сүйкімді, ақылды болады деп аймалап жатты. Ата-анасын тастап кете алмайтынын да маған жеткізді. Таң атқанша екеуміз жылаумен болдық. Әрине мен оны қимайым, алдап өзіммен ертіп те кете алмайым. Тәкешім болса мына жаңа әлемнен аз да болса қорқады. Оған бұл әлемге үйрену үшін уақыт керек екенін түсінеді. Терезеге барып далаға ұзақ қарап ойға батып бірнеше сағат тұрды. Мен, жаным, не ойлап тұрсың десем, мына әлем сенсіз маған қызықсыз. Сен қасымда болсаң, мен жаңа өмірге үйренем, ал сен жоқ болсаң, маған өмір сүру де керек емес деп ойын жеткізді. Бас салып құшақтап алдым. Ол аймалап сүйіп, шын жақсы көретінін жеткізді. Мен жыламай өзімді ұстағанмен жүрегім қан жылап тұр. Не істейміз деймін, шешімін таба алмай. Ол ұзақ ойланды. Журналдарға қарады, теледидар қосып көрді. Қалаға шығып, керек жерлерге барып, жолдарды жаттады. Дүкендерге барып сауда жасады. Мен қасында жүрдім. Балалар алаңына барып сыртынан ұзақ қарап ойға батып кетеді. Бірін-бірі жетектеген қарт кісілерді көрсе де ұзақ көз алмай қарап тұрады. Мен тәкешімді ертіп қала сыртындағы мазарларға бардым. Әрине ол өмірде өлім бар екенін білетін. Бала күнінде малдары өліп қалса талай жылағанда екен.
бірақ адам өлімі туралы ойланбаған екен. Мазарларды аралап біраз жүрді. Жазуды көрсетіп, туылған жылы іңгәлап келген бөпе осынша жыл өмір сүрген, ал мынау өлген күні деп жылағанды көрсетіп, топырақ астына көмілгенін түсініп ойға кетті. Мен шамам келгенше түсіндірдім. Адам бірде ерте, бірде кеш, ауырып, болмаса апаттан бақилық болады дедім. Ол мұқият түсінуге тырысып көп ойланды. Туған жылы мен өлген жыл аралығы тым қысқаларды көрсетіп, неге ол жас болған ғой деп таң қалды. Мен ажал айтып, болмаса сұранып келмейді, ол дәм тұзы таусылған жанды жетектеп кетеді деді. Сосын перзентханаға бардық. Күні бойы сол жерде отырдық. Құшақ-құшақ көтеріп, перзентханаға асыққан адамдарға қарап таң қалды. Қуанышпен бөпелерін көтеріп шыққан топты көргенде көзі жайнап солармен бірге қуанды. Бір ерлі-зайыптылардың балақайын рұқсат сұрап әдейі көрсеттім. Иісін иіскеттім. Тәңірберген сондай ерекше сезімге бөленіп, көзіне жас алды. Сосын мен оны мүгедек балалар үйіне апардым. Сол жердегі апайға ақша беріп жатып, ішке кіргізуін өтіндім. Біз ішке кіріп түрлі балақайларды көргенде Тәңірбергеннің жүрегі қан жылады. Есеңгіреп есі ауысып қалғандай болды. Сыртқа шығып аулада ұзақ отырып, балақайларды сыртынан бақылап қарады. Үнсіз ойланып отырды. Кейбір балалардың ата-анасы кездесуге келіп, аймалап, сүйеп, әкелген тәтті-мәттілерін беріп, қастарында отырғандардан көз алмады. Мен Тәңірбергенге бұл өмір, әлемде түрлі жағдай болады. Баласынан қиналып кеткен соң, жағдайын жасай алмаған соң, амал жоқ, өткізіп өз тірліктерін жасап жүр. Баласы өкімет қамқорлығында міне. Осылай келіп жағдайын біліп тұрады. Кейбір отбасында басқа да балалар бар, соларды асырау керек екенін түсіндірдім. Тәңірберген маған мылқаулар интернатына апаруымды өтінді. Сұрастырып жүріп, ол мекемені де тауып бардық. Әрине, тағы жалынып ақша беріп, ішке кіруімізге әрең рұқсат алдық. Бұл балалар орталығы мүлдем басқаша. Балақайлар түрлі іспен айналысып, сабақ оқып, жазу жазып жүр. Жатар орындарында көрдік. Асхана, демалыс бөлмесі, спорт зал, даладағы сахналық зал, ойын алаңын бәрін көрдік. Балақайлар ыммен, яғни жест арқылы бір-бірімен сөйлесіп, көңілді ойнап күлуде. Басшыдан осы жерде тәрбиеленіп, сосын қандай жетістікке жеткен түлектер барын сұрадық. Басшы қуана альбомын шығарып, түрлі мамандық игеріп, әртүрлі қалаларға, басқа елдерге кеткендерді көрсетті. Олар жиі хабарласып, келіп, көмек қолын беретіндерін айтып, көрсетіп берді. Тәңірберген ол жерден де ойға батып шықты. Қайтадан пәтерімізге келгенде ол ата-анасына ренжіді. Мен басу айтып, ренжімеуін сұрасам да қатты өкпеледі. Мына әлеммен таныстырмай тауға тығып өсіргендеріне күйінді. Бүк түсіп бір тәулік жатып алды. Тілі жоқ, құлақ естімейді, естісе мен талай нәрсені түсіндірер едім, ол ештеңе түсінгісі келмей жатыр. Мен не істерімді білмей тек хат жаздым. Ол ата-анасының мені қабылдамағанына да ашулы. Сонымен қоса менен құтылмақ болып ақша алтын бергендеріне тіпті жарылардай болды. Тәулік жатып, түске жақын басын көтерді. Мен ас әзірлеп қойған едім. Ол жуынып келіп, асын ішіп алып, сосын жақсылап ақылдасу керек екенімізді түсіндірді. Ол ыммен маған, сен осында қал, мені тос, ана ақшаны алтынды жұмса, мен ауылға барам, әке-шешеме сені қашып кетті деймін. Емделем, дәрілерімді ішем, келесі айда мен сені іздеймін.
деп келемін. Сол кезде дәрігерге қайта көрінеміз. Дертіміз жоқ болса, бала сүйе алатын болсақ, сені қайта алып кетем. Ал егер тағы емделу керек болса, қалдырып кетем. Сен осында жатып емделуің керек, болмаса ауылда саған ем қонбайды. Анам сен аямай жұмысқа салат, деді. Мен тек келістім. Ертеңіне ол малда ауылға жалғыз кетті. Өзімен бірге дәрілерін алып мұқият ішетінін айтты. Маған да уақытылы дәріңді іш деп кетті. Жазған хатымды да өзімен алып кетті. Бұл күнде Тәкөшім оқи да жаза да алатын. Әке шешесімен ұрыспаймын деді. Ұрысқаннан пайда жоқ, оларды жеңу әдісін ойлап табамыз, олар бізден кешірімді жалынып жүріп сұрайтын болады деп айтты. Мен тек қолдадым. Оқып жүр деп журналдар бердім. Жүрегіміз қан жылап айырылыстық. Мен қаладағы пәтерде жалғыз қалдым. Тәңірберген ауылына ботадай боздап барды, мені тастап кетті деп түсіндіреді. Ата-анасының қуанышында шек болмапты. Ол өзінің науқас екенін, ем алу керек екенін түсіндіреді. Өмірге шынымен ренжіп, менімен айырылысқан күннің азап екенін, жанын қоярға жер таппай, не ата-анасына қарсы шыға алмай қиналады. Мен шағын кафеге ыдыс-аяқ жуушы болып орналасып, сол пәтерде тұрып жаттым. Тәңірберген бір ай өткен соң, дәрігерге қаралам деп Бішкекке келіп, бірден маған келді. Жылап көрісіп, ұзақ аймаласып, есімізді әрең жидық. Екеуміз бірге дәрігерге көрініп, тағы да біраз ем алатын болып пәтерімізге келдік. Сағынышымыз басылмай, от болып жанып, керемет кеш өткіздік. Күйеуім жанымда 3 күн болып, менің жұмыс орнымды көріп жүрді. Ол өз туыстарына мені іздеп жүрмін деп қайғырып, ешкімге дұрыстап жөнінде айтпай жүрді. Қаладағы туысыныкіне бірер күн бірнеше сағатқа ғана барып, қалған уақытын менімен өткізіп кеткен еді. Ол кетерінде қимай қоштасып, мен жылап қалдым. Амал жоқ. Тағы біраз уақыт керек. Екеуміздің ойымыз, мен жүкті болсам, ол ауылына апарады. Ол кеткеннен соң бөтен ел, бөтен жерде жалғызсырасам да, бір жаратқанға жалбарынып, дені сау ұрпақ сүйгізуін тілеумен болдым. Жұмысымды жасап, өз нанымды өзім тауып, ата-енем берген ақшаны жұмсамауға тырыстым. Онсыз да сол ақшамен дәрігерге қаралып жүрміз. Арада тағы бір ай уақыт өтті. Дәрігерге қайта баруымыз керек. Тәкешім келмеді. Мен күн санап оның аман болуын тілеумен болдым. Тәкеш 2 ай өткен соң келді. Жылап көрістік. Мал төлдеп қол тимепті. Күнде суық болып таудан түсе алмапты. Дәрігерге бірге бардық. Мен өзімді жайсыз сезініп жүргеніме біраз болған еді. Жалғыздықтан, сағынғаннан болар деп ойлағам. Сөйтсем мен жүкті екен. 2 айлық жүктілік бар екен. Тәңірберген екеуміздің төбеміз көкке 2 елі жетпей қалды. Бірақ дәрігер маған емханаға жатуым керек екенін, менің өте әлсіз екенімді, баланың түсіп қалу қаупі барын айтты. Тәңірберген бірден мен ауруханаға жатқызып, жанымда 1 апта болды. Мен тағы 1 апта жатуым керек болған соң, ол ауылына оралуды жөн көрді. Мен тағы да жылап қалдым. 2 бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.